Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін біздер сіздермен бірге слезы ангела пирогын дайындайтын боламыз. Өте дәмді, тойымды пирогтардың бірі. Сондықтан міндетті түрде дайындап көріңіздер және де жақындарыңызды қуантыңыздар. Дәмді рецептерді жіберіп алмас үшін менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Сіздермен алдағы уақытта көптеген дәмді тәттілердің рецептімен бөлісетін боламын. Сондықтан міндетті түрде каналға жазылуды ұмытпаңыз. Ал ендеше кеттік. Ең алдымен бізге керекті заттарды мен әдеттегідей төменде белгілеп кететін боламын. Сетадан өткен ұнымызды және де бір желтогымызды алып, қант ұнтағын пайдаланамыз. Қантты пайдалансаңыздар да болады. Мен сіздерге қант ұнтағын пайдалануға кеңес беремін. Кейін бөлме температурасындағы сары майымызды салып, осылай қамыр илеп алатын боламыз. Біздің қамырымыз дайын. Бізде осындай жұп-жұмсақ қамыр шығатын болады. Кейін ешқайда салмай, холодильникке салмаймыз, бірден жұмыс жасайтын боламыз. Енді кезекте үй сүзбесін қолдандым. Үй сүзбесіне қантты және де бір тұтас жұмыртқаны салып, араластырып, кейін блендердің көмегімен араластырып алатын боламыз. Біздің қоспамыз, начинкамыз дайын. Ендігі кезекте формамызға пергамент қағазын төсеп, қамырымызды салып, қамырды осылай етіп, біркелкі етіп, формаға жайып шығатын боламыз. Форманың диаметрі менде 24. Осындай форма қолданасыздар. Және де әдемілеп қамырдан бортик жасап, осылай бортиктарын шығаратын боласыздар. Кейін тестомыздың үстіне начинканы салып, біркелкі етіп, тегістеп, жайып шығатын боламыз. Сүзбелі начинкамызды біркелкі орналастырғаннан кейін 180 градустық қызып тұрған пеште пісіріп алатын боламыз. Ендігі кезекте меренге дайындайтын боламыз. Ол үшін 3 жұмыртқаның ағы, яғни белогы керек болады. Осы белокты миксердің көмегімен араластыра отырып, қантымызды аз-аздан салатын боламыз. Біздің меренгамыз дайын. Меренга осылай өзінің формасын ұстайтындай болу керек. Соған дейін миксерлейтін боламыз. Дайын меренгамызды піскен пирогымыздың үстіне ыстық күйінде осылай салатын боламыз. Кейін 15 минутқа қайтадан біздің қызып тұрған пешімізге 15 минутқа салып алатын боламыз. Кейін пештен шыққаннан кейін бетін жауып қоятын боламыз. Сол кезде біздің карамельді тамшыларымыз шығатын болады.